Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен біздің өтетін тақырыбымыз 5 сынып қазақ тілі әдебиеті оқулығындағы тақырып Қазақстандағы кітапханалар деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің өтетін грамматикалық тақырыбымызға келетін болсақ, ресми қағаз стилімен танысамыз. Сонымен қатар алдыңғы сабақтарда өткен үстеудің мағыналық түрлерін қайталайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы кітапханалар. Жалпы бүгінгі сабақты бастамай тұрып, бүгінгі күннен өзімізден не күтеміз? Осы сұраққа өздеріңізге жауап беріп өтсеңіздер болады. Яғни біз бүгінгі күннен сіздерден, оқушылардан не күтіледі? Белсенділік, тапсырмаларды дұрыс орындау, жаңа тақырыпқа мұқият зер салу, және де жақсы көңіл күй, және де зейінділік күтетін боламыз. Келесі балалар, біз сіздер осы уақытқа дейін кітапханаларда өттіңіздер, бірнеше кітапханаларда. Енді біздің елімізде қандай кітапханалар бар, қандай кітапханаларды білесіздер? Осы сұраққа жауап беріп кетсеңіздер, және де сіздер өздеріңіз қандай кітапхананың оқырманысыздар, қандай кітапханадан кітап аласыздар? Қазіргі таңда өте көп кітапханалар бар, бізде. Мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын деген секілді. Және де балаларға арналған кітапханаларға барып көрдіңіздер ме? Немесе балаларға арналған қандай кітапхананы білесіздер? Егер де балаларға арналған кітапханаға барып көрмесеңіздер, немесе естулеріңіз болмаса, мен сіздерге балаларға арналған Сапарғали Бегалин атындағы Алматы қаласындағы кітапханамен таныстырғым келеді. Ендеше, сіздер Сапарғали Бегалинді жалпы танисыздар ма? Ол білесіздер, қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, балалар еңбегіне өзінің бір еңбегін тигізген сондай біздің көрнекті тұлғамыз. Ендеше видеоны біз қарап тамашалайық. Әсіресе балалар кітапханасы болашақ ұрпақ үшін құнды қазына. Кішкентай бүлдіршіндерге әлемді танып білуге септесетін кітапхана шаңырағы. Балалықтан даналыққа өту көпірі. Бір тарихи бөлшегі аталып отырған Сапарғали Бегалин атындағы кітапхананың өз тарихы бар. Алматы қаласында қазіргі Төле би көшесі мен Достық даңғылының қиылысында орналасқан кітапхана 19 ғасырдың ескерткіші деп айтсақ болады. Сіздер бұл кітапханаға бардыңыздар ма, көрдіңіздер ме? Ендеше сол сұрақтарға өздеріңіз жауап беріп өтсеңіздер болады. Бармасаңыздар, Сапарғали Бегалин атындағы кітапханаға барыңыздар, ішімен көріп танысып, барып кітап алып оқып көрсеңіздер болады. Енді бізде оқулықтағы тапсырмаға келейік. Бізде оқулықта Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы деген мәтін берілген. Ендеше оқылым мәтінімен таныс болсақ, бұл мәтінде Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы деген мәтін сіздерге берілген. Өздеріңіз қазір видеоны тоқтатып, мәтінді оқып танысып алыңыздар. Қазір осы мәтін бойынша біз тапсырмалар орындайтын боламыз. Ендеше мәтін бойынша тапсырмаға көшейік. Қазір мен сіздерге викториналық ойынды ашатын боламын. Және де өздеріңіз сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Мен сұрақтарды оқып бастаймын. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы қашан құрылды? Бізде мәтінде айтылғанда, әрине 1931 жылы 12 наурызда құрылған болатын. Бұл бізде миллион кімге бұйырады деген ойыны. Яғни сіздер әр сұраққа дұрыс жауап берген сайын не істейсіздер? Алға бір қадам жоғарыға көтеріліп отырасыздар. Кітапхана оқырмандарға қашан қызмет көрсете бастады? Бізде 1931 жылдың 5 мамырынан бастап қызмет көрсете бастады, мәтінде айтылғандай. Келесі сұрақ. Кітапхананың алғашқы директоры кім болды? Әрине, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Дінмұхамед Қонаев емес. Бізде кітапхананың директоры Ораз Жандосов деген кісі болды. Келесі сұрақ. Кітапхананың негізгі міндеті қандай? Әрине, Ораз Жандосов деген кісі айтқандай, кітапхананың негізгі міндеті барлық баспа басылымдарын жинақтау болды, мәтін бойынша. Келесі соңғы сұрақ. Кітапханаға ұлттық кітапхана мәртебесі қашан берілді? Ұлттық кітапхана мәртебесі әрине 1991 жылы, яғни тәуелсіздік алған жылы берілген болатын. Келесі енді бізде келесі біздің мәтінмен
танысып, мәтінді оқыдық, мәтін бойынша пысықтау сұрақтарына жауап бердік. Келесі бізде енді грамматикалық тақырыбымыз ресми іс-қағаз стиліне келейік. Сіздер осы уақытқа дейін балалар бірнеше стильдермен таныстыңыздар. Көркем әдебиет стилі, публицистикалық стиль. Енді бізде келесі өтетін стиліміз ресми іс-қағаз стилі. Ресми стиль ресми қатынастар аясында қызмет ететін стильдің бір түрі. Ресми құжаттар мен іс-қағаздардың стилі деп аталынады. Яғни білесіздер, сіздер кез келген біздің өміріміздегі барлық құжаттар, өтініш хаттар болсын, қандай да бір қаулы болсын, барлығы осы ресми іс-қағаз стилімен жазылады. Мына жақта кітапта сіздерге мысал ретінде Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының құрылу тарихына байланысты қаулы берілген. Яғни мына жақта Верный қалалық думасы Толстой атында кітапхана оқу залы ашу туралы шешім, ағарту саласы жанашырлары қоғамының қаражатына Толстой атындағы кітапхана оқу залы ашылсын. 1931 желтоқсан 1910 жыл деп, және мына жақта қол қоюшының орны тұр. Демек, балалар, ресми іс-қағаз стилінде ешқандай артық сөз болмайды, ешқандай да бір көркем әдеби бояулар емес, нақты дәл жазылған стиль болып есептелінеді. Және де ол жақта күн реті, немесе құжатты толтырған адамның есімі, және де оның қолы қойылады. Енді келесі сіздерге жұптық жұмыс емес, бұны жеке орындай берсеңіздер болады. Жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақтай отырып, кітапхананы жаңа кітаптармен толықтыру туралы қаулы жазыңыздар. Ендеше тапсырманы видеоны стопқа қойып, өздеріңіз тапсырманы орындасаңыздар болады. Келесі енді балалар, бізде тағы да грамматикалық тақырыбымыз, бұл бірақ жаңа тақырып емес, өткен тақырыпта қайталау мақсатында үстеудің мағыналық түрлеріне тапсырма орындайтын боламыз. Қазір мен сіздерге тапсырма ашам. Бұл тапсырмада қазір сіздерге видео көрсетіледі. Сол видео бойынша не істейсіздер? Сол видео бойынша видеоны тамашалап, мұқият тыңдап, видеодағы мәтінді, астында бізде сөйлемдер берілген, сөйлемдерде сөздер қалып кеткен, белгілі бір сөздер. Осы сөздерді мәтінді тыңдау арқылы, яғни тыңдалым тапсырмасын тыңдап, не істейсіздер? Мәтінді толықтырып жазасыздар. Және де ол қалып кеткен сөздер жай сөздер емес, үстеу сөздер. Ол үстеу сөздердің не істейсіздер? Мағыналық түрлерін ауызша айтатын боласыздар. Ендеше тыңдалым мәтінін тыңдаңыздар. Мен бүгін кітапханаға бардым. Кітапханада мен ішінде тыныш отырдым. Мен өте қызықты кітап алдым. Кітапты мұқият оқыдым. Мен кітапхана сөрелерінен көп кітап көрдім. Мен арнайы кітапханаға тапсырма орындау үшін келдім. Мен кейде сабаққа байланысты кітап аламын. Мен амалсыздан кешке дейін кітапханада отырдым. Мәтінді тыңдасақ, енді сұрақтарға жауап берейік. Астында сөйлемдер берілген. Мен кітапханаға бардым. Мына жақта мен, яғни келетін жауап бізде мен бүгін кітапханаға бардым. Бізде бүгін деген үстеу. Үстеудің қандай мағыналық түрі? Әрине, мезгіл үстеу болады. Қашан? Бүгін деген сұраққа жауап береді. Кітапханада мен ішінде тыныш отырдым. Демек, кітапханада мен ішінде тыныш отырдым болады. Бұл ішінде деген қандай үстеу бізде? Ішінде деген бұл бізде қайда? Ішінде, демек мекен үстеу болады. Мен қызықты кітап алдым. Қандай қызықты кітап алдым? Өте қызықты кітап алдым. Бұл бізде қандай үстеу? Үстеудің әрине күшейтпелі үстеу, күшейткіш мағынада қолданылатын үстеу. Кітапты оқыдым. Кітапты мұқият оқыдым. Кітапты қалай оқыдым? Мұқият оқыдым. Демек, сын қимыл үстеу болады. Қалай деген сұраққа іс-әрекеттің қалай? Ол бізде не болады? Сын қимыл үстеу болады. Мен кітапхана сөрелерінен өте көп кітап көрдім. Өте емес, кешірім сұраймын, көп кітап көрдім болады. Бұл бізде көп деген қаншау? Көп, яғни қанша деген сұраққа жауап берсе, бұл бізде мөлшер үстеуі болады екен. Келесі сөйлем бізде мен арнайы кітапханаға тапсырма орындау үшін келдім. Мен не үшін келдім? Арнайы келдім. Демек, бұл бізде не болады? Демек, бұл бізде мақсат үстеу болады. Белгілі бір мақсатпен келіп отыр. Мен сабаққа байланысты, мен кейде сабаққа байланысты кітап аламын. Мен
кейде деген бұл бізде не болады? Қашан? Кейде. Демек бұл бізде мезгіл істеу болады. Қашан деген сұраққа жауап берсе. Соңғы сөйлем: мен кешке дейін кітапханада отырдым. Мен амалсыздан кешке дейін кітапханада отырдым. Неліктен кітапханада отырдың? Амалсыздан. Демек себеп салдар істеуі болады. Бізде. Ендеше тексерейік. Бізде барлығы дұрыс дейді. Ендеше балалар, өздеріңізге шапалақ ұрсаңыздар болады. Бүгінгі сабақта біз не істедік? Бүгінгі сабақта біз балалар кітапханасымен таныстық, және де Қазақстандағы ұлттық кітапханамен таныстық. Оқылым мәтіні бойынша тапсырма орындадық. Сонымен қатар ресми іс-қағаз стилімен таныстық, және де үстеудің мағыналық түрлерін бір қайталап өттік. Бүгінгі сабақта сіздерге бүгінгі сабақтан не үйрендіңіздер? Осы туралы өздеріңіз ой қорытып, өздеріңізге жауап беріп өтсеңіздер болады. Ал сіздерге үй тапсырмасы ретінде 176 беттегі 6 тапсырманы орындап келіңіздер. Бұл тапсырмада қандай тапсырма берілген? Бұл тапсырмада Қазақстанның кітапханалары туралы ақпарат жинап жазып келулеріңіз керек. Ендеше балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.